Армысыздар, Атамекен арнасында жаңалықтар, студияда Қуаныш Амантайұлы. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстанның зейнетақы жүйесін сенімді қалпына келтіруге ниетті. Жинақтаушы зейнетақы қоры жүйесінің рөлі мен маңыздылығын, сондай-ақ қордың көздеген қызметтері туралы жұртшылыққа түсіндіруге зейнетақы қоры сарапшыларының негізгі мақсаты болуда. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрбиба Наурызбаева өзінің Шығыс Қазақстан облысына келген сапарында аймақ басшысы Даниал Ахметовпен кездесу өткізді. Кездесу барысында зейнетақы жүйесін жаңғырту, жалпы қаржылық сауаттылық пен ақпаратты жақсарту секілді бірқатар жинақтаушы зейнетақы жүйесі саласындағы мәселелер көтерілді. Нұрбиба Наурызбаева осы мәселелерді шешу бойынша қолдау көрсетуін сұрап аймақ басшысына өтініш білдірді. Шығыс Қазақстан елдегі өнеркәсіп секторының көшбасшысы болып табылады және аймақтағы жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуына ықпал ететін барлық факторлары бар. Алайда экономикалық тұрғыдан халықтың тек 60% белсенді болып табылады. Несмотря на то, что, как я уже сказала, пенсионной системе 20 лет. Бұл зейнетақы жүйесіне 20 жыл болғанына қарамастан, әрине, тек қана жартысы, толыққандысы ол 40 жыл болып саналады. Десе де, осынша уақыт ішінде тұрғындардың алатын еңбекақы мөлшеріне қарап, қаншалықты экономикамыздың деңгейде екендігін көруіне болады. Бүгінгі таңда Қазақстанның бір азаматының орташа жинағы 748 мың теңгені құраса, ол Шығыс Қазақстан облысы бойынша 641 мың теңгені көрсетеді. Ол әрине облыстағы міндетті зейнетақы жарнасы. Нұрбиба Наурызбаеваның сөзіне сүйенсек, бүгінгі күні зейнетақы шоттарын толықтыруда облысымыздың бір тұрғынына шаққанда орташа пайда 641 мың теңгені құрайды. Сонымен қатар ірі кәсіпорындардың ақпараттық насихат жұмысымен байланысты бірқатар мәселелерде сөз болды. Өз кезегінде облыс әкімі Даниал Ахметов зейнетақы қорына байланысты насихаттау, қолдау жұмыстарына және көмек көрсетуге ниетті екендігін жеткізді. С ТНК они указать не будут, потому что на самом деле они должны быть заинтересованы. Особенно на фоне последних событий, связанных с медицинским страхованием. К сожалению, выявляется немало пробелов. Мы видим, статистика говорит одно, пенсионное начисление налоговой системы говорит о другом. У нас есть какой-то разрыв, плавающая часть, определенной части населения есть. Потом нужно учитывать, вы абсолютно, мне кажется, правильно говорите, что 40% системы не платят. Это наше будущее, которое пока спит. Затем, когда мы начнем заниматься фондом обязательного медицинского страхования, это обязательно всплывет. Кездесу соңында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы мен Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі арасында ынтымақтастық келісім меморандумына қолдар қойылды. Әлия Сембенова, Руслан Тақсанов, жаңалықтар. Биылғы жазда өңіріміздің табиғаты керемет жерде орналасқан дарын лагерінде еліміздің түкпір-түкпірінен келген 2000-нан астам дарынды балалар демалды. Жазғы маусымдағы балалар лагерін жабу салтанатына біздің арнаның тілшілері де барып қайтты. Жазғы сауықтыру лагерінде болып, өздеріне күш-қуат жинап, денсаулықтарын оңалтқан 2000-дай бала биыл бар жақсы жағдайда демалды. Аталмыш лагер жаз бойына 6 рет балаларды қабылдап, әр келген 350 балаға түрлі бағдарламалар арқылы жаздық жақсы демалыс сыйлады. Здесь бесплатно отдыхают дети, победители. Бұл жерде республикалық халықаралық олимпиадаларда, байқауларда, ғылыми жарыстарда жеңіске жеткен балалар тегін демалады. Ал жеңілдікпен демалатын балалар, олар облыстық деңгейдегі жеңіскерлер, тұрмысы төмен отбасыларының балалары, жетім балалар, содан кейін әртүрлі деңгейдегі қалалық, аудандық олимпиадалардың жеңіскерлері. Бір маусымда лагер 350 баланы қамти алады. Әр маусымның өзіндік бағдарламалары бар. Сол бағдарлама бойынша біздер демалушы балалармен жұмыстар атқарамыз. Бұрындары бұл лагер Үлбі металлургия зауыты қарамағында болған. Кейіннен Шығыс Қазақстан облысы әкімі Даниал Ахметовтың ұсынысымен меморандум арқасында өңірлік дарын лагерін айналды. Мұнда балалар үшін барлық жақсы жағдайлар қарастырылған. Түрлі үйірмелер, сауықтыру, дене шынықтыру шаралары, туристік сапарлар секілді арнайы бағдарламалар жұмыс істейді. Аталмыш лагерде облыс әкімінің орынбасары Әсем Нүсіпова болып, ондағы дарынды балалармен араласып, балалардың ой пікірлерін тыңдады. Әсем Бекқызының сөзіне сүйенсек, облысымыз халықаралық республикалық олимпиадалар жеңіскерлері жағынан көш бастап тұрғаны белгілі болды. Вы знаете, что область лидирует в республике. Сіздер білесіздер ме, біздің облысымыз физика, химия, биотехнология бойынша өткізілетін халықаралық олимпиадаларда республика бойынша алдыңғы қатарда көш бастап тұрмыз. Бұл әрине балалар мен ұстаздардың еңбектерінің арқасында.
Сонымен қатар бұл жерде рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда балалар үш тілділік, яғни қазақша, орысша, ағылшынша білімдерін жетілдіреді. Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасының басшысы Нұргелді Әбжапаровтың айтуынша, жалпы облысымызда 889 лагерь балалар үшін қызмет көрсетсе, аталмыш дарын лагеріне Талдықорған, Павлодар және басқа да облыстан балалар келетін көрінеді. Енді алдағы жоспар бойынша балалар тек жаз айында ғана емес, қыс айындағы ұзақ каникулдарында осы жерде өткізу үшін жұмыстар жүргізілуде көрінеді. Әлия Сембинова, Бірлес Қайрат, жаңалықтар. Өзге де жаңалықтар. 2017 жыл басталғалы бері қала ішінде 140 өрт тіркеліп, 7 адам қаза болғандығы анықталған. Алдағы уақытта жылу беру маусымымен қатар өрттің шығу қаупі де жиілейтіні тағы белгілі. Алдын алу шаралары жүргізілгенімен, көптеген тұрғындар бұл жайға атүсті қарайтыны жасырын емес. Ал оның соңы адам өліміне әкеп соқтырады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өскемен қалалық төтенше жағдайлар басқармасының өртті мемлекеттік бақылау бөлімі қызметкерлері мен жергілікті учаскелік полиция маманы бірлесіп, жағымсыз өмір салтын ұстанатын азаматтарға, яғни Мирный ауылы мен Гагарин бульварындағы үйлерге тексеру жүргізіп, ондағы қауіпті жағдайларды анықтады. 5 қабатты үйден орын алған мына белгісіз азаматтың үйінде өрт қауіпсіздігін аса қатты сақтап отырмағаны анықталды. Оған куә, қалай болса солай шашылған қоқыстар мен жатқан темекі тұқылдары шырпының бір талы жерге түссе болғаны лап етуге дайын. Оның үстіне электр желілері де дұрыс жүргізілмеген. Bir сөзбен айтқанда, кез келген уақытта өрт шығу қаупі бар. Так, ну значит, электроприборы не оставляем включенными. А у меня их нету. По лампе я сказала, лучше не это. Все, я понял. Я ее на стенку Лучше, повешу. да, устранить, потому что кажется, что она безопасна, на самом деле большую опасность представляет. Если по горючему основанию пойдет огонь, то есть квартира за 3 минуты может сгореть. Все. Ну и нетрезвый образ жизни прекращаем. Да? Курение в квартире тоже. Ну я вон на улицу выхожу. Суық қалай түсісімен электр қуаты жоқ үйлер көбіне электр тоғын қолдан жасап жүргізетіні белгілі. Оның үстіне ішімдікпен әуестенетін адамдар мұндайға жиі жол береді. Қолдан жасалынған құралдарды да пайдаланады. Рейд барысында мамандар осындай бірнеше үйлерге кіріп, арнайы парақшалар таратты. Бұл олардың алғашқы жұмыстары емес. Жыл сайын әр маусым басталар алдында осындай шаралар жиі жүргізіледі. Алайда тіркеуде тұрса да арнайы мамандардың кеңесіне құлақ аспай, азған адамдардың күйін кешетін маскүнемдер мен баспанасыз қалған адамдардың осылайша өз өмірлеріне және қоршаған орта мен маңайындағы көршілеріне үлкен қауіп әкелетіні өкінішті ақ. Управлением по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска совместно с местными... Азаматтармен мұндай алдын алу бойынша әңгімелесулер жиі жүргізіледі. Өкінішке орай адамдар өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға құлықсыздық танытқандай. Соның салдарынан жыл басынан бері қаламызда 140 өрт орын алып, 7 адам қаза тапты. Бұл орын алған өрттер ең алдымен сол үйдің иелері мен көршілеріне аса қауіпті. Өздеріңізге белгілі жекеменшік үйде тұратындардың пештері, электр желілері дұрыс емес. Онымен қоймай түрлі электр құрылғыларды пайдаланады. Басты себеп мұнда адамдардың ішімдікке бөгіп, шылымдарын сөндірмей ұйықтап кетулерінен жиі орын алады. Аталмыш рейд жұмысы қыркүйектің 1-нен бастап 1 қазанына дейін жалғасатын болады. Өскемен қалалық төтенше жағдайлар басқармасы ақпараты бойынша дайындаған Хадиша Мұқан, Руслан Тақсанов, жаңалықтар. Шығыс Қазақстан облысында жағажай волейболынан бірінші әуесқой командалар арасында Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ұйымдастыруымен чемпионат өткізілді. Аталған сайыс Бұқтырма су қоймасы жағалауындағы Жігер жазғы лагерінде ұйымдастырылды. 100-ден аса қатысушымен 15 команданы жинаған жағажай кубогы бастауыш партия ұйымдары мен әуесқой командалар арасында өткізілді. 2 күндік дода Шығыс Қазақстан облыстық Нұр Отан партиясының филиалы мен өңіріміздің волейбол федерациясы бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Сайысқа қатысушылардың алғашқы болып Зырян ауданының әкімі Нұржан Тоқсейітов құттықтады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Нұр Отан партиясы мүшелерінің арасындағы жағажай волейболына қатысушыларға бүгінгі мерекеге қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі мерекелеріңіз сәтті өтсін. Бәріңізге мына бүгінгі жарыста жеңіске жетулеріңізге тілектеспін. Сайыс әуесқой командалар арасында өткізілгенімен додо кәсіби ойыншылардың ойнау мәнерінен кем түспеді. Басты назар ақтық мәреге жеткен Глубокое ауданы мен Удача командаларының арасындағы ойынға ойысты.
Финалдық бәсекеде бақ сынасқан теңбіл доп шеберлері мүмкіндіктері тең болғанымен жеңіске бағзы заманнан белгілі мықты команда жетті. Глубокий ауданының құрамасы сайыс қорытындысы бойынша жеңіске жетсе, күміс жүлде өскемендік удача командасына бұйырды. Ал қоланы семейліктер қанжығасына байлады. Ал нәзік жандылар арасында облыстық орталығының Валей плюс командасы топ жарса, екінші орында рейдерлік, үшінші орынға семейлік нәзік жандылар табан тіреді. Нұр Отан партиясы ұйымдастырылған жарысқа, жағызы жарысына келіп ойын ойнадық. Қарсыластар команда көп, 10 команда болды. 4 командамен ойнадық, ешқандай жеңіліс болған жоқ. Мықты командалар болды, ойын қызу өтті. Семей командасы мықты болды. Финалда ақтық бәсекеде удача деген өскемен командасымен ойнадық. Олар өте мықты болды, ойын тартысты, қызықты өтті. Сайысқа қатысушылар мен ұйымдастырушы тарап аталған доданың облыстық жарыстардың күнтізбесіне іліккені нұр үстіне нұр болар еттеуде. Себебі аталған бастамалар бұқаралық спорт түрлерінің аймағымызда дамуына теңдессіз үлес қосары анық. Қуаныш Амантайұлы, Руслан Тақсанов, жаңалықтар. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ертеңгі күннің ауа райы мәліметі, ал мен сіздермен қоштасам. Атамекен арнасымен бірге болыңыздар.